Әйелі қайтыс болған соң балаларының көңіліне қарап үйленбей, қартайғанда ауырып төсек тартып жатып қалған қарттың өкініші. Өкініштің өксігі. Әлеуметтік желіден алынған әңгіменің авторы Аймаханның Сақыпжаны. Жаздың ми солқылдатар ыстық күні 5-тің шайын ішкелі жатқанбыз. Енем мен ерім есігіне тура ұсталған кішкене үйде, мен шай қамымен үлкен үйде едім. Манадан сыртта жүрген атамның кіріп келе жатқанын аңғарып ығыстай бердім. Әншейінде «Ау балам-ау» дейтұғын әдетінен жаңылғандай үндемей, тіпті мені елемегендей боп ішке өтті. Жүгіріп енеме бардым. «Апа, папам келді, түрі жылаған сияқты, барыңызшы» дедім үрке. «Тәйт, жылағаны несі? Қойшы сенде, түймеде де түйеде қылмасаң шыра алмайсың» деді жарымда. Шын айтамын, баршы сенбесең. Енем аударылып төңкеріліп орнынан көтерілемін дегенше Жақан 2 аттап үлкен үйге жетті. Соңын ала біз де бардық. Атам басы салбырап диванда отыр. Жақан не болды деп тізерлей жерге жайғасыпты. «Шалау, айтсаңшы балаларды қорқытпай» дейді апам. «Әй, сен бері кел, отырмында» деп жанын ұрып қойды. Енем Әліптің артын күтіп қасына жайғасты. «Мен осы уақытқа дейін саған жылы сөз айтпаппын. Бірінші Алла, екінші өсіп өніп, шаңырағым жайма-шуақ жылылыққа толып, айрандай үйіп отырғаны сенің арқаң. Біз, еркектер, мұндай сөзге әуелден жоқпыз ғой. Айтайын саған, ризамын». «Әй, не болды сонша?» дейді апам енді шын қорқып. «Мұндайың жоқ еді». Атам сөзін жалғап: «Алладан жалғыз тілегім бар, сенің алдыңда алсын, соңыңда қалдырмасын. Балалар мен сенің жамандығыңды көрсетіп, жер бастырмай-ақ қойсын» деп қалтасынан ұқыпта бүктелген бет орамалын алып көзін сүртті. Үшеуміз де үнсізбіз. Үнсіздікті атам өзі бұзды. «Осы бетте Омардікінен келемін». «Ойбой, тірі ма, аман ба?» Тірі болғаны құрысын». «Тәйт, оның қалай?» Кемпір, сен не білесің? Сендер не білесіңдер? Оның күйін ешкімге бермесін». Атамның досы жайлы енемнен біраз жайға қанықпын. Омар атамен атам құрдас, дос, замандас, сыныптас. Биіктеу қызметте де бәйге атындай қатар болды. Ол кісінің де біз секілді 2 ұл, 1 қызы бар. Үлкені үйленген, әуелден бөлек тұрады. Кенже ұл отбасымен қара шаңырақта, қыз әлі тұрмыс құрмады. Анасы тірісінде «Қарағым-ау, жасың келді, күйеуге шықсаңшы» десе, мені алатын еркек әлі туылған жоқ деп, әкенің атағына, барлықтың буына балқып, жүріңкіреп қалды. Бетіне ешкім жел боп тимей, өз айтқанымен жүріп үйденген бұлаң бойжеткен шаңырақтағы келінмен кикілжісіп қалатын. Сайып келгенде анасы қызын жақтап: «Келінге шаңыраққа қара, әліңді біл» дейді екен. Зере апа дүние салғаннан кейін 4-5 жылдан соң жолдастары өзі қатарлы әйелмен таныстырады. Жасым келгенде күйеуге тигені несі десе де, Омар атамен сөйлесе, білісе келе, әуелі балалармен танысайын, ризашылықтарын алайын депті. Бұл ақылға Омар ата да келісе кетеді. Жақын 1-2 досын әйелдерімен жинап дастархан басында әңгіменің басын ашады. Сол кезде 3 баласы 3 жақтан атылып, сөз бермей шуласып, әйелді де қонақтарды да үйден қуып шығады. Құрдастары: «Балаларда қызғаныш болады, ол заңдылық, дегенмен адам ертеңінде ойлағаны абзал. Бұлай қылшылдап тұра бермейсің. Қартайғанда жаныңа серік болар. Тым құрыса әңгімелесіп шай ішетін, ішкі сыр-құсаңмен бөлісетін де адам керек. Балалар бүгін болмаса, ертең көнер, түсінер, мойындар» деп атаға ой тастаса да, ол кісі: «Әйелімнен өлідей айырылдым. Жасым келгенде балаларымның теріс айналғанын көтере алмаспын» деп соңғы шешімін айтады. Сонымен әңгіме тоқтап, жабулы қазан жабулымен қалады. Ай артынан ай, жыл соңынан жыл өтіп, Омар ата да қартая бастайды. Жылдан жылға қатарларының да тобы азайып, баяғыда емес, ұлғайған жастарын сылтауратып, бас қосулары да сирей түседі. Қолында билік тұрғанда 2 дүкенмен 2 май құю бекетін ашып алған. 1 дүкенмен 1 бекетті сол жылдары институт бітіріп келген үйленген ұлдың атына, екінші дүкен мен
май бекетін жұбайы Зере апаның атына жазады. Апа көз жұмған соң істі екінші ұл жүргізеді деген аты болмаса, бәріне әкесі басшылық етті. Күндердің күнінде қызы тіксініп, папа, маған үй сатып әпер. Күйеуге шықсам шықтым, шықпасам оны көремін. Сенің балаң емеспін бе? Менің атымда неге ештеңе жоқ дейді. Негізі, қыз бен келін арасындағы алакөзділікті көрген сайын жаны ауырып, қызына үй әперу ойында жүрген. Бірақ бизнесін сату емес, өзіндік есеп жоспары бар еді. Қызының өктемдігі өңменнен өтсе де үндемеді. Мәселені тез шешпесе, жазылмас өкпеге ұласарын сезіп, май бекетін сатып пәтер әпереді. Әкесінің бұл қылығы әрине ұл мен келінге ұнамады. Байқайды, келін мен баланың өкпелері қара қазандай, кейде сөздерімен, кейде іс-әрекеттерімен білдіріп қояды. Бірін көрмегенсіп, бірін естімеген боп жаба тоқып жүре берді. Әкесінің үйленем деуі сыныққа сылтау табылғандай өкпенің отын үрлеп тереңдете түсті. Оны өршіткісі келмей үйленуден бас тартты. Әйтпесе Жәмила өте жақсы кісі еді. Мінезі де жайлы, түсінігі де мол. Ертеректе мұның әй дегені балаларына өтетін. Ол кезде жас еді, алымды, қарымды еді. Бүгіндері одан айырылған. Ұрпағы өсті, өз қолдары өз ауыздарына жетті. Енді ешкімнің ақылына зәру емес, өз ақылдары өздеріне жетеді. Көңілі ортайып бейне бір демеу іздегендей, пана іздеген торғайдай бірде үлкен ұлдыкіне де барып көрген. Дана қазақ, келін түскен соң біраз уақыт ата енемен тұрғаны дұрыс деп бекер айтпаса керек. Өзге елге тез сіңу оңай емес. Сол бірер жылда енеден біраз нәрсе үйреніп пысиды. Отбасындағыларымен өз туыс бауырындай жақын араласып, бала сүйіп, ана болып, әйел, келін, жар болудың отбасылық өмірдің қыр-сырына төселеді. Келген еліне жақындық, жанашырлық, сыйластық, түсіністік, тілеулестік сезім қалыптасады. Бұлар болса өйтпеді. Бала мен келінді оқуларын аяқтасын деп Алматыға қоя берді. Өздері би, өздері қожа. Әуелі жастықпен білмеді, бертін келе жандары соған үйренді. Әлемде екеуінен басқа адам жоқтай тапқан таянғандарын бауырларына басты. Олар институт бітіретін жылдары екінші келін келіп, алдыңғылардың көктен тілегендері бір жерден табылып саяқ кетті. Әуелден бөлек тұрғандықтан ба, бұл жаққа бөтен. Папа, неше күнге келдіңіз? Депті келін бірнеше күн қонақ болған атасына. Бұл сөз жүрегіне инедей қадалған. Бұл оқиғаны әрмен қарай өз атамның әңгімесімен жалғастырайын. Ой, несін айтасың Қалдекеу, қазіргі ермегім мына таңылған кереуетте жатып төрт қабырғамен сөйлесу, тілдесу. Ол біраз үнсіз қалды. Дір-дір еткен икемге келер оң қолын әзер көтеріп, суланған езуін сүрткен болды. Қатқан терідей еті қашып қораған саусақтары тебіндеп, өсіңкіреген сақал мұртына тигенде сықырлаған үн шықты. Алладан не тілейтінімді білесің бе? Деді шалқалай жатқан басын зорға бұрып. Көзім жұмылған қалпы, таңертең оянбай қалсам деймін. О, не деген омеке? Құдай сақтасын, олай. Аллаға өкпем жоқ. Ол маған бәрін берді, деп тағы тоқтады. Иә, бәрін берді. Қызмет, дәулет, ұрпақ. Бірақ баянсыз болды. Ақыры оңбады. Қойыңыз, олай демеңіз, өмеке. Солай. Ақырын бер деп неге айтқан бұрынғылар? Жас кездегі дәуренің емес, қартайғандағы өміріңнің күйі мәндірек. Дүниенің буына елтіп, қызметтің қызығына түсіп, әлде бәрін өзім өткізіп алдым ба? Қалай ойлайсың? Жоға, әйелім кеткен соңда біраз нәрсенің байыбына бармаппын. Зайыбыңды алдым, енді ойланарсың деген екен ау бұл тағдыр. Жәмилаға үйленбегеніме, сендердің айтқандарыңа құлақ аспағаныма өкінемін. Неге екенін білесің бе? Жауап күткендей маған көз қиығын салды. Оған үнсіз, сұраулы қарадым. Өз дәретіңді өзің төгуге жарамай жатырғаныңда әуретіңді ұрпағыңа көрсетуден қымсынғаннан асқан азап жоқ екен. Келіндерді былай қойғанда екі ұлдың өзіне көрсеткім келмейді.
ұшынып қалар ма, жеркеніп қалар ма деген ой болады. Ал ол екеуі сырттай жеркеніп өздері-ақ қашты. Жоламады. Сосын күтуші жалдады. Бар болғыр бала тамағымды береді, асты үстімді тазалайды. Бірақ ол да өрімдей жас. Мені аударғанда, тазалағанда ол да өзімде қиналмайын деп тамақты да тарта жемін. Араным сау ғой, қалай ішпей тұрарсың? Жата берген соң ішіңде қатады. Қазір жамбасым ойылып қалды. Ашиды, ауырады. Жумай ма? Жуады. Әне бір майлы ма, сулы ма шүберекпен сүртеді, обалына не керек? Ол үстімдегі жайманы ашқан сайын қысыламын. Сен оған жас деп емес, дәрігер деп қара. Құрдас, ақыл айту, ақыл беру оңай ғой. Менің халімді басына түскен ғана біледі. Жәмилаға үйленгенімде тым құрыса осы күйімді түсінер еді. Жаныма жалау болар ма еді, әңгімелесер ме еді, жалғыз қоймай көңіл бөлермеді деймін де. Адам көңілден жүдейді. Балалар жанымнан алшақтамасын деп Жәмиланы қолымнан жіберіп алдым. Мұным бекер болды. Сайып келгенде ұл да қыз да өз жағдайын жасап кетті. Бір шаңырақта тұрып бас сұқпаулары, папа қалайсың демеулері, мүмкін сасып жатырған шығармын, мүмкін түрім қорқынышты шығар. Әлде жүк болдым бекен? Бала ғой, жас қой, өкпеле, бар жағдай осы. Мені әйелімнің алдында ал деп біліп айтыпты шалдар. Ауру әйелге болсын, ерге болсын оңай емес. Ауру кірді, әлек кірді деген. Деп көзін сулап алды. Сосын тез өзін жинап, айып етпе, деді кінәлі адамдай жаутаңдап. Босап кеттім бе? Адам мықты болудан да шаршайды, қажиды екен. Кейде оңашада осылай сәл сасып қалдым. Өмеке, мүмкін сақал мұртымды алып берермін, дедім әңгімені басқа арнаға бұрып. Өсіп кетіп пе? Әрине, деді күліп. Күлді дегенім өтірік, күлудің ырымын жасады. Міне енді жігіт болдың деп әзілдедім сақал мұртын алып болып. Күнде келіп 5-10 минут жанымда отырып кетсеңші дейін десем, сен де жас емессің, үй арасы да алыс, марқайып қаламын сен келгенде, деп жымиды. Барыңды бағала, кемпіріңнің амандығын тіле. Келіскенімді білдіріп басымды изеймін. Әуелгіде балаларыма ренжідім, өкпеледім, сосын өкпені қойып іштей өзіме есеп бердім. Кіммін? Не бітірдім? Не деп кетіп барамын? Отағасымын, еркекпін, асыраушымын. Ол деген не? Асырадым. Ештеңеден кендетпедім. Отағасы боп отау көтердім. Сонымен болды ма? Сол отаудың іргетасын қалай қаладым? Қалай қаланып жатыр? Кірпіші қалай өріліп жатыр? Оған мән бермеппін. Сырттан табыс тапқаныма мәз болыппын. Ал ішкі табысым мен өнімім қандай? Қызымды қуыршақтай киіндіріп, ұлымды сұлтандай сұлулағанша, неге білектерінен ұстап қолдарынан жетектеп ақсақалдардың ақылын тыңдатпадым? Көргенділерінің көлеңкесіне саялатпадым? Еткен еңбекпен төгілген тердің құны мен қадірін білуге неге үйретпедім? Бұл бірінші қателігім. Екінші не бітірдім? Бітіргенім ұрпақ әкелдім. Ішіндірдім, киіндірдім, бары сол ма? Ұрпақты итте өрбітеді. Ұл мен қыздың жанына неге ізгіліктің ізін, мейірімнің мәйегін себуге көңіл бөлмедім? Дайын асқа тік қасық болуды өзім үйретіп, енді әр ауыз өз қарнын толтыруды ойласа неге ренжуім керек? Ата-ананың қадірін, бауырдың бағасын, татулықтың тағылымын, тәубешілдіктің тәлімін үйретпесем неге, кімге өкпелеймін? Үшіншіден, ал енді бір аяғым көрде тұр, едеп кетіп барамын. Ірге тасы осал үй тұрғыздым, өзім шіл, ойсыз ұрпақ өрбіттім, баянсыз боқ дүние жинадым. Алла берген екі үлкен нығмет, уақыт пен денсаулықты бағаламадым. Уақытты өтпестей көрдім, денсаулықты кетпестей көрдім деп кетіп барамын. Бар денемді байлап, ойым мен тілімді бос қойды. Алла мені ойлансын және сендерге айтсын. Іштегі өкініш өксігін шығарсын деген болар. Сен қалай ойлайсың? Мен тек тыңдап басым салбырап отырғанмын.
қалай ойлайсың дегендегі дауысы өзгеріп, бейне бір алыстап кеткен кісінің үніндей естілді. Жалт қарадым да шошып кеттім. Әлсіреп, талықсып барады екен. Ұшып тұрып бетіне үңілдім. Көзінің қиығынан жас тамшылары сырғып, самайына жетіп, әрі қарай жастыққа түсті. Дәрігер шақырдық, тыныштандыратын дәрі ектік. Енді біраз уақыт тынықсын, мазаламаңыздар деді. Біраз отырып, мен үйге кеттім. Кішкентайдан бірге өскен қимасым ғой. Жаным ашыды, жүрегім ауырды. Еріксіз көзімнен жас шықты. Бола алмадым, жас балаша еңіредім жолай. Саған жеткенше асықтым кемпір. Ертеңімді Алла біледі. Ұлдарымның өрелі, қыздарымның өнегелі болғаны, көңілімнің күйі болғаны, ұрпағымның сыйы болғаны, отауымның шуақты болғаны, жылуының қуатты болғаны сенің арқаң. Қазыналы әке болдым ба, қазымыр әке болдым ба білмеймін ұлым. Бірақ мына отырған анаң жақсы жар, жақсы әйел, жақсы ана, жақсы адам екендігіне кәмілмін. Аналарың аман болсын, деді. Сіз де аман болыңыз, папа, деді ұлы. Сіз айтқан өрелі ұл, өнегелі ұрпақ бола алдым ба білмеймін. Бірақ сіздерде әке шешемді мақтан тұтамын. Жыламаңыз, көзіңізден тамған бір тамшы жасыңызға жаным садаға деп әкесін құшақтап, маңдайын тіреді ұлы. Еріксіз жанарым жасқа толды. Апама қарасам, жаулығының ұшымен көзін сүртіп отыр екен. Әңгіменің соңы. Оқыған Роза Сұлтаналиева.